әзілдері мынау анекдот қой. Анекдоттың қазақшасы әзіл әңгіме. Немесе құйтыртқан әңгіме дейді. Құйтыртқан әңгіме, әзіл әңгіме дейді. Ол әзіл қазір мысалы осы заманда үш түрлі болады өзі. Мынау бастан өткен әзілдер болады. Анекдотқа айналып кеткен. Құрастырылған анекдоттар болады, сосын ойдан шығарылған анекдоттар болады. Мен жаңағы ойдан шығарылған, құрастырылғанын, өмірде болғанын айтып жатырмын ғой. Ал негізі біздің әзіліміз сонау қазақтың қаймағы бұзылмай, айрандай үйіп тұрған кезде қазақ болып, тек қазақша сөйлеп, сол кезде де әзілдескен, сол кезде де анекдоттар болған. Сонда қарап отырсаңыз, ол кезде біз сияқты анекдот айтып, ха-ха-ха деп күлмеген ғой. Өлеңмен айтқан, 4 жұмақ, 4 қатар өлеңмен ұрт көте берген ғой. Сонда мына Біржан Салды білесіздер ғой, Сал сері. Мынау Алматының ар жағына, мынау Жетісу өңіріне үлкен тойға шақырды Біржан Салды. Ой, Сал серісің ғой, кел, тойға қатыс, тойдың гүлі бол. Ол кезде дүлдүлі 20-25 кезі, содан мынау Жетісудың өңіріне барыпты, Жетісу бойын жағалап. Сөйтіп қасында 7-8 жігіті бар серілер. Барып, жаңағы той беріп атқан ауылға жақындай берсе, сол елдің қыздары, сол жерде көлде шомылып жүр екен да, шапыр-шапыр еді, әдемі көрініс беріп. Сонда жігіттердің біреуі, о, Біржан ақын, Біржан сері, Біржан Сал, ақын болсаң, анау көлдегі қыздарды өлеңмен бір-бір түйреп өтші депті. Прикол тастап кетейік дегенде. Сөйтсе жаңағы Біржан ақын домбырасы қағып жүр. Бауыры Жетісудың қарағайың, қар кеткен соң болады малға жайың. Ішіңде адалда бар, арамай қыздар, оламаңдар судың лайын деп қой. Сөйтсе жаңа қыздардың ішінде ақын сара қыз бар екен ғой. Оны Біржан байқамай қалған. Жаңа сараны шымшиды ғой бәрі. Жауап бер ана жігітке. Жауап бермесең судың ішінде өлеміз бәрімізді. Сөйтсе жаңа ақын сара былай деп қой. Ашады аққу көлден сабаланып, біз қалдық сіздің сөзге назаланып. Нағыз еркек келеді деп ауылымызға жуынып жатыр едік қазаланып деген екен ғой. Сөйтіп алғаш рет сол жерде жеңіп кеткен екен ғой. Тарихта білесіздер ғой, Біржан жеңілген ғой сарадан. Сол себептен мына ақындық демекші, баяғыда бір ақын шығыпты десе, жұрттың бәрі сол ақынды көрген жасады. Ұйықтамайды. Содан шақырады еліне, дайындалатын. Сөйтіп бір ауыл дайындалыпты бір ақын шақырып. Содан мәслихат болып отыр дейді. Ал ақсақалдар, игі жақсылар, айтыскер ақын келе жатыр, қонақ. Біздің ауылдың ақынымен айтсамыз деп, қалай дайынбыз ба депті. Сөйтсе дайынбыз деп, ана жерде бір ақсақал тұрып, атаңның басы дайынсың депті. Не болды деп? Ана қызды не істейміз депті. Қандай қыз? Сөйтсе сол ауылдың бір байының қызы бар екен, миллионердің. 4 түлік мал сай, өзі бай. Енді тал бойында бір мін жоқ дейді жаңа қыздың. Әдемі болғанда масқара. Бірақ енді мінсіз адам бола ма? Бір міні бар екен қыздың бойында. Бір носы дейміз ғой. Бір шамалы. Сөйтсе жаңа қыз не екен? Жібереді екен да? Түсінбей қалдым. Былай ба? Былай жібереді. Не да енді? Не? Обязательно айтып кетсін. Жаңа жібереді да енді? Мақыл жібереді екен. Енді адам болғаны кейін болады ғой енді, жаны болған. Бірақ ана қыздікі ерекше екен да. Напоры күшті дейді. Давлениесі страшно дейді ғой. Жинап бір ағыра деген жаны қыз. Гүрс өткізе деген. Артында не тұрса жоқ көкеде береді өзі. Қарай киіз үй ішіндегі үй адамдарымен қора-қора мал жоқ көкеде қалай. Безресей пробашын көрген қалай. Сонымен байлығымыз болса ауылда жүреді ғой дейді. Әдем кейін ол сөйтсе жұрттың бәрі бүйтіп алдында жүреді екен де жаңа. Артына түсіп қалмауға тырысады екен. Содан жаңағы айтыпты, ертең айтыс болып жатқанда масқара болып. Ха деп қызып жатқанда гүрс ете қалып, ауыл аймағымызды қырып алмайық. Айтыс біткен жаңау 5-6 апарып көшірейік ана қызды. Енді көпке қарсы келе ме? Байда мақыл деп, бәріне рахмет жарайды депті да, қызды 5-6 апарып ақ киізбен жаңағы ақ үймен көшіріпті. Содан бәрі мәз-мейраммен ана ақын келе жатыр. Ол кезде асфальт жоқ қой, мына трассамен келеді дейді. Бір күн ана ауылда болады, бір күн мына ауылда болады. Ақындарда жүрмейтін жер жоқ. Бір ауылдан шығып келе жатыр дейді жаңа ақын. Етке тойған деп. Гүрс ете қалған ғой бір бөле. Сөйтсе сорлы ақын тура қыз қонған жақтан келе жатыр екен ғой. Ат-матымен құлап, ат сайта тастап 4 аяқ төбеде қарап. Домбырасы былай бөлігі былай жатыр. Басы көтере берсе 2 жүзді егеткен ғой снаряд. Гүрс ете қалып. Еще түскен жер бомба түскенде өліп қалады дейді жаңа. Содан ойбай жынды ма, қазақта бұндай жоқ еді ғой, айтысқа шақырып соғыс бастап кетті ма? Не болды бұл? Менің не жазығым бар еді деп, басы көтере берсе автомат кетті.
калибрлер кетип атат дейт енді. Неше түрлі калибрлер кетип атат дейт. Тас дұрыс, шаң, шұң болған жер. Сонымен бітті ау деген кезде жайнап басы көтеріп тұрған ақын. Жайнап не болды, кім соғысып отыр деп қараса ешкім жоқ дейді. Мына қарап қалса бір қыз тұрды, етегін желбірете берді. Мына қыз екен ғой бағанан бері дүрсілдеп жатқан деп. Жақсы болды. Ауылдың қызынан бастап тазарып кетейін бұлар, масқаралап кетейін деп бұлар. Домбырасын қақтырып жіберіп, төрт жұмақ жаңағы қатар өлең шығарып жетті. Сөйтіп былай депті ана қызға. Мынау сайдың бойында жатқаныңыз, төрттілік малыңызды баққаныңыз, қарындас береніңіз қатты шықты. Мылтықпен көршіңмен атқаныңыз депті. Сөйтсе ол кезде бәрі ақыл ғой. Қыз да саспастан жауап беріпті ғой. Мынау сайдың бойында жатқанымыз, төрттілік малыңызды баққанымыз, өзіңіздей ақын аға келген кезде гүрс-гүрс етіп сәлем беріп жатқанымыз деп қойды. Мінекей, сосын жаңағы ақын ойлапты ғой, мына ауылдың қызынан да айтыс керек болса, ақыны қандай болады депті, міне ол тайып бұл ақына. Рахмет барша